Саламатсыздар ма? Кайрылуу күн болсын. Мені көріп, тыңдап отырған барша жақсы жандарға. Бұл бейне жазбада мен пікір қалдырғым келіп отыр. Пікір біздің тәрбиешіміз Зүлфия Исжанқызына. Менің қазына қызымның тәрбиешісі болды 2 жыл қатарынан. 2 жылда өте көп қуанышты, бақытты деп айтсам болады, күндер өтті. Зүлфия Исжанқызы өте талапшыл, өте мейірімді, өте ізденпаз, активный деп айтсам болады. Апай, тәрбиеші, мақтап, 100-дің 1000-ын қоятын шығармын. Бізге өте ұнады апайымыз дейтін. Балдарға деген мейірімін төгіп тұратын, әрқашанда ата-анамен өте тығыз байланыста болатын, өз жұмысына адал, өз жұмысын сүйіп, жақсы көріп, бар жан тәнімен жасайтын, беріліп жасайтын тәрбиеші деп білем. Шынымды айтайын, мен дейтін көп балалы анамын, қазына дейтін менің 5-ші перзентім, Аллахым көпсін бесін. И ана үлкен 4 ұлымда мен бұндай тәрбиеші көрмеппін, шынымды айтайын. Барлық қойылымдары, барлық жаңағы ашық сабақтары, барлығын жан тәнін беріп өткізеді ғой апай дейтін. Керемет. Прям сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Осындай ұстазды, осындай тәрбиешіні көруіміз бірінші рет біздің. И сол тәрбиешімен біз дейтін прям қимастықпен зорға қоштастық. Қазынам дейтін әлі күнге дейін сағынышпен еске алады апайын. Ешбір баланы бөліп жармай, бір баланы бір баладан артық көрмей, барлық баланы өз баласындай жақсы көріп, мейірімін төгіп, тәрбиесін біз апарамыз ғой, таңертең апарып тастаймыз баланы, мысалға тапсырып кетеміз. Жаңағы айтады ғой, балаға деген тәрбие тал бесіктен деп тек айтылмаған. Үйдегі тәрбие ата-ананың тәрбиесімен ол қоса таңертеңнен кешке дейін тәрбиешінің қасында алған тәрбиесі баланың дейтін, ол дейтін үлкен плюс. Сол тәрбиені біздің Зүлфия Исжанқызы прям 5 дейтін бағамен берді ғой балдарға. Күшті қылып, сыйластықты, мейірімді, үлкенге деген қамқорлықты, кішіге деген ізеттілік көрсетуді, бір-біріне жаңағы жол беріп, бір-біріне жаңағы сәттілік тілеуді, бір-бірі үшін қуануды осы біздің балдарымыз Зүлфия Исжанқызынан үйренді. Оны арқартай үйден біз поддерживать етеміз. Біз дейтін кешке келген соң бәрі мен өтіп кетеді ғой уақыт дейтін зымырап. Күн демалыста тек бала қасымызда, и то жаңа айтқандай той садақа дейміз ғой, сондай мен уақыт өтіп кетеді. Бірақ қалған уақытта Зүлфия Исжанқызының қасында жүріп, перзенттеріміздің жалпы жақсы жақпен көрініп, жақсы тәлім тәрбие алғаны баланың бірінші очередь ата-анаға көрінеді. Сол себептен мен Зүлфия Исжанқызын дейтін 100 емес 1000 деген балл қояр едім, болса сондай. Апай дейтін өте керемет. Біз рахмет айтамыз Зүлфия Исжанқызына. Алғысым шексіз. Менің қазынамның үйреніп, мына мектеп табалдырыққа аттап басты. Балам декабрьде шықты 6 жасқа. Бірақ қазір уже 1-ші класты бітіріп жатырық. Барлық 42 әріпті үйренді, осы жерде садикте үйренді, балабақшада Зүлфия Исжанқызы үйретті. Пішінді, түстерді ажырату, сандарды, барлығын Зүлфия Исжанқызы үйретті. Біз ешқандай қосымшаға барған емеспіз. 3 ай жазда балам демалып 1-ші класқа қадам басты. Апай дейтін мақтады. Керемет бала дейтін, прям жақсы дайындалып келген деп. Қосымшаға барып жүріп те білмей отырған бала көп деп. Сол себептен Зүлфия Исжанқызын прям бәріне жаңағы қалай айтады, советую осы топқа возможность болса, негізі Зүлфия Исжанқызы өзі бар ғой, 15 бала аз сияқты ол кісіге дейтін. 105 бала болса да бәрін дейтін прям бағындыра алатын кісі.
мені тыңдағаныңызға көп көп рахмет. Сау болыңыз.